ulttuq oyun oynaydigan bolamiz. Oynauga dayınsızlar mı? Ya, oynauga dayınmız. Жақсы. Ендеше балдар, ulttuq oyun oynamас bұрын мен сіздерге бірнеше сұрақ қоямын. Осы сұрақтарға балдар жауап береміз. Қандай ulttuq ойындарды сендер білесіңдер? Атқату. Жақсы. Тағы қандай ойындарды білеміз? Ulttuq. Атқату. Арқаны тарту. Жақсы. Тағы. Көкпар. Қандай апай? Қандай керемет балдар. Жақсы балдар. Қаншама ulttuq ойындар бар екен, иә балдар? Ендеше біз сендермен көкпар ойынын ойнайтын боламыз. Балалар, көкпар ойын ойнау үшін біз екі топқа бөлінеміз. Жақсы. Осы ойынды ойнау үшін балалар бізге қандай жануар көмектеседі? Жылқы көмектеседі. Мен балалар осы көкпарды қалай ойнайтынын түсіндіріп берейін. Міне менің қолымда мынау серке. Осы серкені мен сендердің алдарына не істеймін? Лақтырамын. Ал сендер осы жылқыларға отырып алып, не істейсіңдер? Тартысасыңдар. Сосын, міне, мынау қазандық. Осы қазандыққа салу беріп, кім тартып алады осы серкені? Келіп, жылқымен келіп, шауып мына жерге салады. Дайынсыңдар ма балалар? Я! Бір, екі, үш дегенде сол кезде бастаймыз. Тұрақ тоқтатыңыз. Бір, екі, үш. Өте керемет бүгін ойнадыңдар. Өте қызық болды балалар. Келесі де балалар, тағы да біз ойнаймыз. Қатысқандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңдар.